Сәлеметсіздерме, құрметті қазақ тіліндегі интернет жүйесінің пайдаланушылары. Менің есімім Марина Сахарова. Бүгін мен Павлодар өңіріндегі тілдес бағдарламасын бастағалы отырмын. Бағдарламаның негізгі мақсаты өңіріміздегі мемлекеттік тілді жетік меңгерген жастармен таныстыру және оларды үлгі ету. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Светлана Александровна Шнайдер. Шнайдер Светлана Александровна 1986 жылы 27 ақпанда Качир ауданы Тегістік ауылында дүниеге келген. Тегістік жалпы білім беретін орта мектебінде қазақ тілінде 9 сыныпта аяқтаған соң 10-11 сыныптарды Павлодар облыстық дарынды балаларға арналған Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназия интернатында оқыды. 2003 жылы инновациялық Еуразия университетінің лингвистика, қазақ тілі және шет тілдер мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2007 жылы лингвистика оқытушысы мамандығының бакалавр ғылыми дәрежесімен тәмамдады. Қазіргі уақытта инновациялық Еуразия университетінде филология пәні бойынша магистратураның 2-ші курсында оқуын жалғастыруда. Павлодар қаласының дарынды балаларға арналған нөмірі 3-ші гимназиясында қазақ тілі және әдебиет пәнінің, шетел тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеген. Бүгінгі күні Павлодар көлік және коммуникация колледжінде қазақ тілі және шет тілдері пәндерінің оқытушысы, пікірсайыс клубының жетекшісі. Облыстық пікірсайыс турнирларында қазақ лигасында нөмірі 1-ші орын дипломдарының иегері. 2004 жылы мемлекеттік тіл менің тілім атты облыстық сайыста 1-ші орын иегері. 2004 жылы Павлодар облысы әкімінің алғыс хаты. 2013 жылы тіл дарын облыстық 3 тілдік олимпиадасында 2-ші орын иегері. 2004 жылы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы облыстық филиалы төрағасының Абайды 3 тілде оқимыз жобасына үлесін қосқан үшін алғыс хат иегері. Светлана Александровна, бірінші сұрағы, тілді қалай және қайдан үйрендіңіз? Мен жалпы қазақ тілін үйрендім деп айта алмаймын. Ешқашан қазақ тілін шет тілі ретінде, басқа бір өзге тіл ретінде қабылдап, сондай көзқараспен қазақ тіліне қараған емеспін. Неміс отбасында тусам да, қазақ ауылында отбасымызда 9 бала, сол 9-дың жаңағы 9-шы болып туғанда алдындағы 5 ағам мен 3 әпкем қазақ тілінде сөйлеп жүрді да, мен туғанда. Сондықтан менде басқа қазақ, әрине мен бірден сөйлей бастаған алғашқы сөзімді, тіпті мама деген сөздің өзін мен сондай қазақша немен, қазақша түспен айтқан шығармын деп ойлаймын, мама деген сөзін. Сондықтан қазақ тілін туғаннан сөйлеймін. Қазақ тілі мен үшін туған тіл деп айта аламын. Өзім неміс болсам да, ешқандай басқа біреулердің өз тілің неміс тілі ғой, неге неміс тілін білмейсің деген сияқты сөздерге мән бермеймін, себебі мен үшін қазақ тілі ол менің ана тілім. Светлана, қазір сіз Павлодар қаласының колледждерінің бірінде қазақ тілі пәнінің оқытушысы болып қызмет істейтініңізді білеміз. Неліктен бұл мамандықты таңдадыңыз? Бала кезіңіздің арманы болды ма, әлде біреудің ақыл кеңесімен бардыңыз ба? Негізі бұл сұраққа бірден жауап беретін болсам, мен үшін беделі үлкен адамдардың ақыл кеңесі деуге болады, бірақ соның астарында мен бәрібір де ойлаймын, өзімнің сондай ниетім болған шығар деп. Алғашқы негізі бала кезіндегі арманым мен әрине мұғалім болу болды. Мен ойлаймын, әрбір бала егер бір сүйікті жақсы көретін пәні болса, сүйікті мұғалімі болса, ол дәл сондай болғысы келеді. Менің сүйікті мұғалімім 5-6 сыныптарда математика пәнінің мұғалімі болатын. Сол себепті мен математика пәнінің мұғалімі болғым келді. Өсе келе жоғары сыныптарда мен юрист болғым келді. Одан кейін 11-ші сынып бітіруге жақындағанда, жаңағы тестілеуге дайындалып жатқанда мен неліктен екенін білмеймін, геология мамандығын игергім келіп кетті. Бірақ үйдегілер қайдағы геология қойсаңыз, қазақ тілге бар деп неткесін, одан бір Алтынсаринда гимназияда оқып жүргенде мен сол кездегі директорым әрқашан айтып отырады, сен болашағың қазақ тілінде, қазақ тілі пәнінің мұғаліміне барды. Солай аяқ асты университетке документ тапсыруға келгенде,
алдымда сондай үлкен сұрақ тұрды, қайда барам, мен геологияға тартылып тұрдым, ағам қазақ тіліне бар деп нетіп тұрды. Енді бір кезде қарасақ, лингвистика, қазақ тілі деген жаңа мамандық тұр екен, жаңа қабылдау комиссиясында. Неғылған мамандық десек, тіл деді, қазақ тілі таза, тіл білімі әдебиет жоқ, таза тіл білімі деді. Бір жағынан неміс филологиясы мені тартып отырды, өздеріне бізге келді. Ол жағынан да бір ойланып қалдым. Бірақ демек жаңағы лингвистика қазақ тіліне мен түстім. Уақыт өте келе бір жарты жылдан кейін ба мен білдім, біз тек қана қазақ тілінің мұғалімі емес, сонымен қатар ағылшын тілі мұғалімі болатынымызды. Сондықтан біз 4 жыл біткен соң мен қазақ тілі және ағылшын тілі мұғалімі деген диплом алып шықтым осы университеттен. Соған ризамын, ешбір өкінгенім жоқ. Қазір міне қызмет істеп жатырмын. Білім саласынан өзге басқа жерлерге ұсыныстар болды, шақырған аудармашы ретінде тағы басқа нелерге, бірақ мен іштей мұғалімдік маған ұнайды. Сонда сіз 2 тіл мамансыз, ағылшын тілінен деп мысал солай болып қалды. Қазір мектепте жүрмейсіз бе? Мен қазір осы колледжда қазақ тілінен және ағылшын тіліне сабақ беріп жатырмын. Негізгі пәнім қазақ тілі, негізгі сабақ саны менде қазақ тілінен және бірнеше қазақ тобына, мен өзім ағылшын тілін қазақ тілімен меңгерген соң, бірнеше қазақ тобына мен ағылшын тіліне сабақ. Жалпы тіл үйренуші студенттеріңізге қандай талаптар қоясыз? Жалпы мен өз сабақтарымда қазақ тілін балалардан басынан аяғына дейін қазақ тілінде сөйлеуге тырысуларын деймін. Ал бірінші кезекте талап керек, екінші кезекте тілді меңгеру үшін орта керек қой. Сол ортаны мысалы мына колледждің ішінде көбінесе бізде орыс тілді топтар, сол ортаны біз тек қана осы қазақ тілі кабинетінде ғана бере аламыз. Қазақ тілі сабақтарында ол жұмасына 1 рет болады, 2 рет болады, одан артық емес, ол өте аз әрине. Мен талап етем басынан мейлі қате болсын, мейлі қалай сөйлесе де әйтеуір сөйлеші. Топ отырады мысалы бір 15 баланың ішінде бір 10-ы орыс тілді мектепті бітіріп келсе де, бір 5-еуі қазақ тілді мектепті бітірген балалар отырады. Олар бір-бірін түзетіп, мен түзетіп, бір-бірімен осылай орыс тілді бала мен қазақ тілді бала осылай бір-бірімен сөйлесу арқылы олар бір-бірінің қателерін түзеп көмектесіп отырады бір-біріне. Мен ойлаймын, 90 минут осылай орта қалыптастыру олар үшін өте сондай көмегі зор тілде. Жеткілікті. Әрине жеткіліксіз, бірақ тым болмаса осы деп отырмын ғой, жұмасына бізде қазақ тілі сабағы 1 рет болады, 2 рет болады. Менің басқа мүмкіндігім жоқ, мысалы олар үйде қазақша сөйлетіп қояды, сыртқа шыққанда қазақша сөйлетіп. Жалғыз мүмкіндігім осы сабақта сөйлету, сондықтан мен оларды сабақта осыны талап етемін. Қате сөйлесең де әйтеуір сөйлеш деп біз сені түзетеміз. Сіздің ойыңызша тілді үйреніп сөйлеп кету үшін қанша уақыт қажет? Бұл сұраққа жауап беру шынымен өте қиын. Себебі бұл адамның өзіне талап ниеттеріне байланысты адамның. Мен 3 ай бір жаздың ішінде қазақ тілін меңгерген адамдарды білемін. Өмір бойы үйренем деп үйрене алмай жүрген адамдарды білемін. Ол жаңағы адамның өзі талабы, адамның өзінің ниеті, сөйлеймін десе сөйлейді, сөйлемеймін десе ішкі жаңағы несі талпынысы болса ол ешқашан үйрене алмайды. Екінші жағынан қарағанда мен өзім жаңа айттым ғой, қазақ тілін туғаннан бері сөйлеп жүргендіктен мен біреу келіп кеңес сұрағанда сен қазақ тілін қалай үйрендің дегенде мен ештеңе оған айта алмаймын. Мен сияқты қазақ тілін үйрену үшін барып қазақ ауылында туып өскен керек, сонда біз сөйлеп. Мен де сіз сияқты сөйледім. Туғаннан қазақ тілінде сөйледім. Светлана Александровна, тілді оқытуда сіздің өзіндік әдістемеңіз бар ма екен? Жалпы орыс тілді топтарында тілді оқытқанда жаңағы бірінші кезекте менің жаңағы ең солай қолданатын тәсілім ол жаңағы сөйлету қалай да болса. Тіпті мысалы мұғалім тақтаға сығайшы, мұғалім қалам беріңізші деген сияқты фразаларды орысша айтып отырған кезде қазақша айтқыздырып отыру әрқашанда. Ал қазақ топтарында әрине жеңілірек, оларда қазақ тілін оқытуда енді бар. Қазіргі жастардың негізгі проблемасы не? Қазақ тілді жастардың, олардың тіл байлығы сонша жақсы деп айтуға келмейді. Ондай ол мәселені шешу үшін мен пікірсайыс, сабақтарымды пікірсайыс түрінде тақырып бойынша балалар арасында пікірсайыс өткіземін. Соған жекелей келетін болсақ, мен осы колледжда қазір пікірсайыс клубын ашып, міне тіпті кеше міне осы демалыс күндері біз Астанаға мен 2 команда 4 баланы алып
пікірсайыс, республикалық пікірсайыс ойындарына қатысып келдік. Олар түстен кейін уақытта кешкі сағат 5-ге дейін 6-ға дейін маған келіп, осы әртүрлі тақырыпта мәселелер қозғап, тілдерін дамытып қатысуда. Қазақ тілін үйрену қаншалықты қиындыққа соғады? Жалпы қазақ тілі күрделі тіл ме? Жалпы енді бұл менің жеке көзқарасым, қазақ тілін қиын тіл деп айта алмаймын. Білімді саналы адам үшін грамматикасын бәрін дұрыс меңгере алса, лексикалық қоры үшін тиісті сөздер мөлшерін жаттап үйрене алса, мысалы, бар ғой талай адамдар шет тілін үйреніп жатыр, ағылшын тілі мысалы грамматикасы оңай болса да оқылуы өте қиын. Неміс тілі грамматикасы сұмдық қиын. Мен ойлаймын, неміс тілін көп адамдар үйреніп жатыр, ағылшын тілін көп адамдар үйреніп жатыр. Олар үшін қазақ тілін меңгеру, егер ниет болса, сонда қатты қиын бола алмас. Тілді үйренемін деген адамдарға беретін ақыл кеңесіңіз қандай? Енді бұндай адамдарға ең бірінші айтарым, ол ұялмай бар білетін қолдана білу керек. Бірінші кезекте қазақ жастары мейлі ол орысша тәрбиеленсін, отбасында бәрі орысша сөйлесін, бәрібір ол кішкене болсын қазақ ауызекі сөйлеп тілін біледі. Бірақ соны пайдалануға қорқады, ұялады, себебі акценті бар, кейбір грамматикалық тұлғаларды қате қолданады деген сияқты. Бірақ оларды алып тастап, жарайды, орыс тілді адамдарда, орыс тілді азаматтарда олардың ішінде негізі біз білмейміз, бірақ олардың ішінде де ауызекі сөйлеу тілін білетін адамдар көп. Мен бір жылдары қазақша сөйлесейік акциясымен жүріп, дүкендер араласып, бірсыпыра Нұр Отан партиясымен бірге. Сонда біз бірсыпыра адамдарды көрдік, орыстар болды, ішінде украиндықтар болды, олар қазақша ауызекі сөйлеу тілін біледі. Бірақ акценті бар, ұяламыз дейді, бізді біреулер күлкі қылады, түсінбейді деп. Сондықтан ең бірінші айтарым, ұялмай білетінімізді қолдану керек. Султан Александровна, біздің бағдарламамызға уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Менің ойымша, сіздің және сіз сияқты қазақ тілін жетік меңгерген жастар өміріміздің жас ұрпағына үлгісі деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламат.